Молшылыққа белшегінен батқың келе ме? Онда теңізге емес, өз теріңнен малшын. Асылды сонда ғана табасың. Егер одан таппасаң, еш жерден таппайсың. Саналы да ерікті еңбек қана адамды бақытқа кенелтеді. Бақыттың мәні парасаттылықта. Әркімнің өз алдына игілікті мақсат қоя білуінде. Ол мақсат тек кездейсоқ рахат үшін емес, шынайы игілік үшін бағытталуында. Адамның өз мінез құлқын, іс-әрекетінің ерікті түрде өзгертіп, ізгілікке бағыттап отыруында. Бақыт әрдайым батыл адам жағында. Ойдың реттілігіне әдеттену сен үшін бақытқа жеткізетін бірден бір жол. Оған қол жеткізу үшін қалған нәрсенің бәрінде, тіпті ең бір немқұрайлы нәрселер де тәртіп болу қажет. Шын дананы тануға болатын нағыз белгі шыдамдылық. Алға ұмтылу өмірдің мақсаты осы ғой. Өмірдің мәні мақсатқа жету жолындағы іс-әрекетінің парасаттылығы мен пәрменділігінде. Ендеше тұрмыс-тіршіліктің әрбір сәтінде алда үлкен мақсат тұруға тиіс. Адам өзінің жанын ұсақ уайым, болымсыз қам-қарекеттің дертімен былғанудан сақтауы керек. Адамның аса зор ерекшелігі ең қиын кедергілерді жеңудегі табандылығы. Адам өзіне өзі бағынып, өзінің шешімдеріне бой ұсынып, үйренуге тиіс. Ең құдіретті құштарлық – атақ құмарлық. Мені осы құштарлықтан құтқаралы болса, қалғандарынан мен өзім құтыламын. Білгеніңді барлық уақытта айта берме, бірақ барлық уақытта не айтарыңды біл. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп, болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Жақсы адамды көргенде оған теңелу жайында ойланда, ал жаман адамды көргенде өз бойыңда сондай кемшіліктер болмасын деп сақтанып, өзіңді өзің зертте. Өзіңе өзің ие бол, өзіңе өзің әмір етуді кішкентайыңнан үйрен. Мойның жар бермейтін, бірақ істеуге керек нәрсені атқаруға өзіңді өзің үйрете біл. Оқуға бар ынта жігеріңді сал, сенің бойыңа сол жарасады. Ойсыз, кітап оқусыз, ақыл ой, еңбегінсіз өткен күн, босқа өткен күн. Өзіңе тапсырылғаннан да көбірек істеуге тырыс, өз алдыңа міндетпен тапсырма қоя біл. Мақсатқа жетуде ұмтылушы адамдардың көбі таңдап алған жолымен танбай жүріп, отырудың орнына көбінесе бір-ақ рет қатты қайраттанып қалуға бейім келеді. Жалқаулық пен тұрақсыздықтың салдарынан олар көбінесе өздерінің ең жақсы бастамаларының жемістерінен айырылып қалады да, сапарға өздеріне анағұрлым кеш аттанып, баяу, бірақ оның есесіне тоқтаусыз жүріп отырғандарды өздеріне оздырып жібереді. Уайым қайғысыздыққа, уайым қайғы қылдағы. Сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды харакет табу керек. Һәм қылу керек. Әрбір орынды харакет өзі де уайым қайғыны азайтады. Өзімшілдік тірі пенденің орасан зор кемістігі. Өзімшілдік өліммен тең. Өзімшіл адам жападан жалғыз өскен жеміссіз ағаш сияқты қурап қалады. Ал өзімшілдік өзінің жан-жақты жетілуіне ұмтылумен ұштасса, ұлылықтың қайнар көзі болмақ. Жомарттық пен мәрттік. Бұлардың негізінде үш нәрсе бар. Бірі өз айтқан сөзінде өзін орындау. Екіншісі әділдік пен тұрақтылыққа нұқсан келтірмеу. Үшіншісі қайырымдылықты есіне ұстап ұмытпау. Егер мәрттік пен жомарттық жолында жүрмек болсаң, әр уақытта үш нәрседен сақтанғайсың: көзді жаман назардан, қолды жаман істен, тілді
жаман сөзден. Өздерін бақытсыз адам деп есептейтіндер бақытқа жетуге сәл-ақ қалғанда шыдамай кетіп қалған адамдар. Ешқашан төзімді жоғалтпа. Ол есікті ашатын соңғы кілт. Адамды қандай істе болса да ұстамдылықта, ойындағысын тайсалмай айтуда, қайсы бір мұқтаждыққа төзуде, шыдамдылықта, батылдықта ерлік көрсете алатындай жағдайға қоймайынша оны ержүрек етіп тәрбиелеуге болмайды.